Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 9-шы бөлім, 9-10 сабақ университеттік кітапханалар тақырыбын өтетін боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Өзіңнің кітапханаларың туралы баяндап бер. Қандай жанрдағы кітаптарды оқуды ұнатасың? Соңғы рет қандай кітап оқыдың? Ондағы оқиға сені несімен қызықтырды? Кітапты кітапханадан алып оқуды қалайсың ба, әлде ғаламтордағы электронды әдебиеттерді оқисың ба? Кітап оқуды саған кім жиі ұсынады? Осы сұрақтарға бірге жауап берейік. Бірінші сұрақтың жауабы. Менің өзімнің жеке кітапханам бар. Кітапханамда менің сүйікті Менің атым Қожа, Балалық шаққа саяхат, Абай жолы, Сүлеймен патшаның кеніші, Кішкентай ханзада атты кітаптарым бар. Екінші сұрақтың жауабы. Мен балаларға арналған кітаптарды, ертегілерді оқығанды ұнатамын. Үшінші сұрақтың жауабы. Соңғы рет Кішкентай ханзада кітабын оқыдым. Төртінші сұрақтың жауабы. Ондағы оқиға сюжетімен, кейіпкерлерімен, автордың көзқарасымен мені қызықтырды. Бесінші сұрақтың жауабы. Мен кітапты кітапханадан алып оқуды қалаймын. Кітапты ұстап тұрып оқыған қатты ұнайды. Алтыншы сұрақтың жауабы. Кітап оқуды маған жиі анам мен әпкелерім ұсынады. Екінші тапсырма. Порталасыңмен бірге отырып, біздің мектептегі кітапхана тақырыбында сұхбат құрыңдар. Сұхбатта төмендегі сөздер мен сөз тіркестерін қолданыңдар. Екінші тапсырма. Біздің мектептегі кітапхана. Арман, біздің мектебіміздегі кітапхананың жұмыс тәртібін білесің бе? Иә, себебі мен кітапханада өте көп боламын. Кітапхана демалыс күндері жұмыс жасай ма? Жоқ, демалыс күндері жұмыс жасамайды. Аяулым, біздің кітапхананың кітаптар қоры үлкен деп ойлайсың ба? Иә, бізде кітап қоры өте үлкен, және біздің кітапханашылар арнайы тапсырыс беріп, қорды толтырып отырады. Керемет. Аяулым, сен кітапты кітапханадан алғаннан соң қалай ұстау керектігін білесің бе? Иә, ең бастысы кітапты ұқыпты ұстау керек. Сосын оның мерзімінде тапсыру керек. Жақсы, жауаптарыңа рахмет. Төртінші тапсырма. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қай қалада орналасқан? Университет туралы қосымша дереккөздерден оқып біліп ал. Әмбебап ғылыми кітапхана дегенді қалай түсінесің? Кітапханалар туралы қандай мәліметтер есіңде қалды? Өз ойыңмен бөліс. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Алматы қаласында орналасқан. Қазіргі уақытта еліміздің ірі білім және ғылыми орталығы болып табылады. Университет құрамында 14 факультет, 98 кафедра, 20 ғылыми зерттеу институттары мен орталықтар бар. Әмбебап ғылыми кітапхана дегеніміз оқушылар мен студенттерге, профессорларға арналған арнайы мәдени орталық. Онда көптеген кітаптар мен қажетті ақпараттарды табуға болады. Алтыншы тапсырма. Мақал-мәтел, дәйек сөзді тыңдалым және оқылым мәтіндегі деректерді пайдалана отырып, кітапхана және электронды кітапхана тақырыбында пікір алмасыңдар. Кітапхананың аталған түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетіңдер. Топта талқылаңдар. Кітапхана мәдени ағартушылық ғимарат. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени ағарту және ғылыми көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады. Ал электронды кітапхана сандық пішімге көшірілген мәтіндерді сақтау үшін жасалған сайт. Кәдімгі кітапханалардағыдай мұндай сайттар жалпы әдеби, техникалық және тағы да басқа болып бөлінуі мүмкін. Электронды кітапхана қызметін географиялық және уақыт факторларына қарамай пайдалануға болады. Сондай-ақ әр сөз тіркесі, әр сан бойынша іздеу функциясы да оқырман үшін өте тиімді. Жетінші тапсырма. Іздеудің мағыналық түрлерін ажыратып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Іздеу сөздерге сұрақ қой. Әр қашанда осылай, ешкім сенбейді маған. Әр қашан, мөлшер іздеуі. Кеше жауабын беремін деп уәде еткен едім. Кеше, қашан, мөлшер іздеуі. Қадиша киініп те үлгерген, қайтуға да әзір тұр екен. Әзір. Қалай? Сын қимыл іздеуі. Ертең, бүрсігүні не бітіресіз? Ертең, қашан, мезгіл іздеуі. Бүрсігүні, қашан, мезгіл іздеуі. Міне, бүгін келді. Бүгін, қашан, мезгіл іздеуі. Зорға шыдап, қиналып жатқан адамның кейпі бар. Зорға, қалай? Сын қимыл іздеуі. Кейін деп қабылдамады. Кейін, қашан, мезгіл іздеуі. Манадан бері неге айтпадың? Манадан, мезгіл іздеуі. Бұл әншейін жол-жөнекей айтылған сөз. Әншейін, қалай? Сын қимыл іздеуі. Қасына қайта отырғызды. Қасына, қайда? Мекен іздеуі. Ыза кернеп зорға тұрмын. Зорға, қалай тұрмын? Зорға тұрмын, сын қимыл іздеуі.
Автордың кітап туралы ойларын мұқият оқы, үстеусіз қолданылған сөйлемдерді көшіріп жаз. Бүгінде кітап таңдай білу, оны зейінді зеректікпен мұқият талдап оқи білу нағыз өнер. Бүгінде мезгіл істеуі. Сондай-ақ, оқыған кітабыңдағы айтулы кейіпкерге еліктеудің өзі, тіпті автордың өзі сияқты тұлға болуға құлшыну, бұл теңдесі жоқ құбылыс. Тіпті күшейткіш істеу. Соншама сөздің, ойдың құдіретін түсініп, одан алған керемет әсерлерді кейінгі өмірлік қажетіңе шама шарқынша жарата білу қажет. Соншама мөлшер істеуі. 9-шы тапсырма. Семантикалық карта стратегиясы бойынша үстеу сөздердің түрлерін талда. Мекен істеуі. Қандай сөздер жатады? Жауап. Жоғары, төмен, тұс-тұстан, әлдеқайдан, әрі-бері, алда, асты-үстінен және тағы да басқа. Мезгіл істеуі. Мысал жаз. Жауап. Кеше, бүгін, ертең, жуырда, әуелде, жаздай, қыстай, күздігүні. Мөлшер істеуі. Анықтамасын жаз. Мөлшер істеуі қимылдың немесе сынның мөлшерін, көлемдік дәрежесін, шама шарқын білдіреді де қанша, қаншама, қаншалық, қаншалап және қалай, қалайша деген сұрақтарға жауап береді. Сын қимыл істеуі. Мысал келтір. Әрең, азар, дереу, шапшаң, қазақша, адамша, бірге, тікелей, емін-еркін, зорға, қапыда, кезекпен, бекер, бостан-босқа, біржола және тағы да басқа. Мақсат істеуі. Синонимдерін жаз. Жауап. Әдейі, қасақана, жорта, әдейілеп. Себеп салдар істеуі. Мысал келтір. Жауап. Босқа, бекерге, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан сөйлей. Топтау істеуі. Қандай сұраққа жауап береді? Жауап. Нешеуден, қалай, қаншадан, нешеден. Күшейткіш істеуі. Синонимдерін жаз. Аса, тіпті, мүлде, нақ, қақ, орасан, нағыз, ылғи, кілең, тым, ең, өте, дәл, өңкей, сәл, өте. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.